Ер адамның жүрегін жаулау үшін міндетті түрде шам жағып кешкі ас ұйымдастыру немесе қымбат сағат сыйлау керек деп ойлайсыз ба? Ал егер мен сізге оның жүрегіне апаратын кілт қарапайым ғана бір сәттік жанасу десем ше? Иә, сіз қателескен жоқсыз. Көпшілігіміз табиғат бізге берген ең күшті жақындасу құралын жай ғана ұмытып кеткенбіз. Ол тегін, бірақ оның әсері баға жетпес. Біздің қарбалас өмірімізде барлық қарым-қатынас мессенджерлерге ауысып кеткен заманда біз дене тілінде сөйлесуді ұмытып кеткендейміз. Ал ол барлық тілдердің ішіндегі ең шынайысы. Бұл видеода мен 7 қарапайым, сексуалды емес жанасу тәсілін айтып беремін. Олар оған өзін қажет әрі сүйікті сезінуге көмектеседі. Және араларыңызда бәрі армандайтын терең байланысты қалыптастырады. Соңына дейін міндетті түрде көріңіз, себебі 7-ші тәсіл ең күтпегені, ол сіздің қарым-қатынасыңызда нағыз үлкен өзгеріс жасауы мүмкін. Енді тізімге өтпес бұрын қысқаша түсіндіріп өтейін. Бұл неліктен жұмыс істейді? Және жоқ, бұл сиқыр емес, бұл ғылым. Барлығы біздің миымыздың биохимиясына байланысты. Жылы жанасулар, құшақтау мен сипау ағзада ерекше гормон окситоциннің бөлінуін іске қосады. Оны бекерден-бекер құшақтау гормоны немесе сенім гормоны деп атамайды. Дәл осы окситоцин тек ана мен бала арасында ғана емес, ғашық адамдар арасында да терең байланысты қалыптастыруға көмектеседі. Ол күйзелісті азайтады, жайлылық, қауіпсіздік және сенім сезімін сыйлайды. Зерттеулер көрсеткендей, осы гормон деңгейі жоғары жұптар өздерін бір-біріне жақын әрі бақыттырақ сезінеді. Әрине, бұл барлық мәселенің шешімі емес, бірақ химияның рөлі өте үлкен. Енді психологиялық жағына келейік. Әсіресе ер адамдар туралы айтқанда бұл өте маңызды. Көптеген ұл балаларға кішкентайынан жылама, сен еркексің деп үйретеді. Эмоциялар қыздарға ғана тән сияқты көрсетіледі. Сол себепті есейген кезде көптеген ер адамдарға өз қорқыныштарын немесе уайымдарын бөлісу өте қиын болады. Өйткені олар әлсіз болып көрінуден қорқады. Дәл осы жерде сексуалды емес жанасулар үлкен рөл атқарады. Олар құпия кілт сияқты. Мұндай қимылдар сөзсіз-ақ бәрі жақсы, мен сенің жаныңдамын, демалып алсам болады дегенді білдіреді. Бұл өте терең деңгейдегі қарым-қатынас. Ол кез келген қорғаныс қабырғаларын бұзып, ер адамға ешкім айыптамайтынын сезіп, еркін болуға мүмкіндік береді. Ал дәл осы нағыз жақындықтың негізі. Сонымен бастайық. Бірінші тәсіл – артынан құшақтау. Көз алдымызға елестетіңіз. Ол ас дайындап жатыр, немесе компьютер алдында бір нәрсеге қатты беріліп жұмыс істеп отыр. Сіз жай ғана артынан келіп, оның белінен немесе иығынан құшақтайсыз. Басымызды оның иығына қоюыңызға болады. Ештеңе айтпайсыз. Мұның мәні неде? Біріншіден, бұл күтпеген жағымды тосын сый. Екіншіден, одан ешқандай жауап талап етілмейді. Ол ісін тоқтатудың немесе бір нәрсе айтудың қажеті жоқ. Ол өз жұмысын жалғастыра береді, бірақ сіздің жылуыңызды және қолдауыңызды сезеді. Бұл оған үнсіз ғана, мен сенің командаңмын, сенің тірегіңмін, мен осындамын дегенді жеткізеді. Мұндай сәт ер адамға керемет қауіпсіздік сезімін береді. Екінші жанасу. Басыңызды оның кеудесіне немесе иығына қою. Сіздер бірге фильм көріп отырсыздар, диванда отырсыздар немесе төсекте жатырсыздар. Жай ғана басыңызды оның кеудесіне немесе иығына қойыңыз. Сәл тынығып, бір сәт сол күйде болыңыз. Мұның мәні неде? Сіздің тарапыңыздан бұл толық сенімнің белгісі. Сіз оған сүйенген кезде бейсаналы түрде оның жанында өзіңізді әлемдегі ең қауіпсіз жерде тұрғанда сезінетініңізді көрсетесіз. Ал ер адам үшін бұл өте күшті сигнал. Оның ішінде қорғаушы болу инстинкті оянады. Ол өзін күшті, қажет және сіздің тыныштығыңызға жауапты адам ретінде сезінеді. Бұл жанасу, сенің жаныңда мен әлсіз болуға да қорықпаймын, өйткені саған толық сенемін дегенді білдіреді. Ал бұл өз кезегінде оған да сізге ашылуға мүмкіндік береді. Үшінші тәсіл. Арқасын немесе қолын жеңіл қасу. Бұл әлемдегі ең бағаланбайтын рахаттардың бірі. Сіздер қатар отырғанда, сөйлесіп отырсаңыздар да, немесе жай ғана үндемей отырсаңыздар да, жай ғана оның арқасын, қолын немесе желкесін саусақтарыңызбен жеңіл ғана қасыңыз. Мұның мәні неде?
Дене терапевттері растайды. Мұндай жеңіл қасу гипноз сияқты тыныштандыратын әсер береді. Ол кернеуді азайтады, күйзеліс гормонының деңгейін төмендетеді және адамды толық тыныштық күйіне енгізеді. Бұл қамқорлықтың белгісі. Мұнда ешқандай сексуалдық мағына жоқ. Мақсаты тек оған жағымды сезім сыйлау. Ол өзін еркелетілгенде сезінеді және сіздің оның жағдайына бейжай қарамайтыныңызды түсінеді. Егер осы идеялар сізге ұнап жатса, видеоны лайк басып қолдаңыз. Осылайша мен бұл тақырып сізге қызықты екенін түсінемін және осындай талдауларды көбірек жасаймын. 4-ші жанасу. Дай бес деп соғып, оны нәзік сәтке айналдыру. Бұл байланыс орнатудың көңілді әрі қызықты тәсілі. Ол бір жетістікке жетті, жақсы әзіл айтты, немесе жай ғана ортақ қуаныш пайда болды делік, қолыңызды дай бес деп соғуға созыңыз. Бірақ бір құпия бар. Қол соққаннан кейін қолын бірден жібермеңіз. Оның алақанын өз қолыңызда бірнеше секунд ұстап тұрыңыз. Күлімсіреп, көзіне қараңыз. Мұның мәні неде? Бұл біз бір командамыз деген достық белгісі мен сен мен үшін ерекше адамсың деген нәзік сезімнің керемет үйресімі. Дай бес оның жетістігін мойындау, ал қолды сәл ұстап тұру сол сәтті жылы әрі жақын етіп жібереді. Бұл қарым-қатынасыңызға жеңілдік қосады және сіздердің тек ғашық қана емес, ең жақын достар әрі серіктестер екендеріңізді күшейтеді. 5-ші тәсіл. Мойын мен иыққа жеңіл массаж жасау. Ол өте ауыр күннен кейін үйге келді. Сіз оның шаршағанын және кернеулі екенін көресіз. Сол кезде жай ғана күнің қалай өтті деп сұраудың орнына, артынан келіп, оның иықтары мен мойнын жұмсақ уқалаңыз. Кәсіби массаж жасаудың қажеті жоқ. Бірнеше сенімді әрі нәзік қозғалыстың өзі жеткілікті. Мұның мәні неде? Мойын мен иық денедегі күйзеліс жиналатын негізгі аймақ. Күн бойғы ауырлық дәл сол жерде жиналады. Сол жерге жанасу арқылы сіз оған тек жағымды сезім ғана сыйламайсыз. Сонымен бірге сол ауырлықтан арылуға көмектесесіз. Бұл таза эмпатия. Сіздің үнсіз жеткізетін хабарыңыз: мен сенің шаршағаныңды көріп тұрмын және саған қамқор болғым келеді. Бұл оған идың, тынығатын, күш жинайтын орын екенін сезіндіреді. 6-шы жанасу. Оның шашынан жай ғана сипау. Бұл өте нәзік әрі жеке жанасулардың бірі. Әңгімелесіп отырғанда, немесе жай ғана қасында отырғанда, оның шашынан жайлап өткізіңіз. Баяу, жұмсақ, ырғақпен. Басын сәл уқалауға да болады. Басқа жанасу адамдардың санасында ерекше сеніммен байланысты. Бала кезде анамыз бізді тыныштандыру үшін басымыздан сипағанын еске түсірміз. Сол қауіпсіздік сезімі өмір бойы бізбен бірге қалады. Мұндай қимыл адамды қатты босаңсытады және сіздің оған деген сүйіспеншілігіңізді білдіреді. Сіздің үнсіз жеткізетін хабарыңыз: мен сенің бойындағының бәрін жақсы көремін. Бұл ер адамға толық қабылданғанын сезіндіреді және үлкен жайлылық береді. Ал енді 7-ші жанасу. Бұл сәл оғаш көрінуі мүмкін, бірақ шынымен өте әсерлі тәсіл. Оны құшақтаған кезде мұрныңызды оның мойнына жақындатып, баяу әрі терең дем алыңыз. Ол оны байқайтындай болсын. Жай ғана сыбырлап, сен қандай жақсы иіс шығарасың деп айтуға болады. Бұл оның иісі болуы мүмкін, немесе жай ғана өзінің табиғи иісі болуы мүмкін. Иіс сезу ең көне сезімдердің бірі, және ол жады мен тартымдылықпен өте тығыз байланысты. Сіз оның иісін ұнататыныңызды көрсеткен кезде өте терең, алғашқы инстинкт деңгейінде сен маған сай келесің, сен менікісің деген сигнал бересіз. Бұл ер адамға өзін ерекше ержүрек әрі тартымды сезіндіреді. Ең соңында, ең қамқор адамдарға арналған бонус – маңдайынан сүйіп қою. Бұл қимылда ешқандай интимдік мағына жоқ, бірақ өте көп эмоция бар. Маңдайдан сүю құрметтің, терең нәзіктіктің және қорғаудың белгісі. Ол өзіне сенімсіз болғанда, немесе жай ғана шаршаған кезде мұндай сүйісу 1000 сөзден артық қолдау білдіреді. Көріп тұрғаныңыздай, ешқандай күрделі схемалар немесе үлкен әрекеттер қажет емес. Ер адамның жүрегіне апаратын жол осындай кішкентай, күнделікті жылылық әрекеттерінен тұрады. Жанасу. Аудармасыз түсінікті әмбебап тіл.
Бұл сіздердің жақындығыңыздың отын күн сайын күшейтетін тәсіл. Осы қарапайым қимылдарды күнделікті өмірімізге қосып көріңіз. Сонда қарым-қатынасыңыздың қаншалықты жылы, терең және берік бола бастағанын өзіңіз де байқайсыз. Сіздер дәл сол сенімге негізделген мықты іргетасты қалыптастырасыздар. Ал нағыз бақыт дәл сол іргетасқа сүйенеді. Енді кезек сізде. Пікірлерде қай тәсілді бірінші болып қолданатыныңызды жазыңыз. Немесе сіздің өзіңізде үнемі жұмыс істейтін ерекше қимыл бар ма? Егер бұл видео пайдалы болса, каналға тіркеліңіз. Жаңа қарым-қатынас психологиясы туралы талдауларды жіберіп алмау үшін. Қоңырау белгісін басып қойыңыз. Келесі кездескенше.